Кешегі сойылған тайдың үш құрылыстарын бәрін жинап алып, бұл жерде сбой дейді орысша, пирожкиға ет дайындап аламын. Ал мына жерде екі бүйрек жатыр. Қазір майларын алып, осының үстіне қосып, бірге қайнатамын. Екі бүйректен қаншама май шықты мінекей. Салқын су алып, бір ас қасық тұз салып, араластырып аламыз. Осының үстіне әкеліп бүйректерді салып жібереміз. Неге осылай? Бүйректердің суын ауыстырудамын. Жаңасын алып, тұзын салып, тағы да жарты сағатқа салып қоямын. Сорпа қайнап, қара көбігін алып шықтым. Енді үстіне жаңа бүйректерді саламын. Піскен өнімнің бәрін ет тартқыштан өткізіп алдым. Енді тұзын, қара бұрышын қосып, араластырып, мынау мешочектарға салып, мұздатқышқа қатырып тастаймын. Пиязын пирожки жасаған кезде ғана қуырып қосатын боламын.